Сәлем достар. Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бөлместе жаңа сериал, ол әрине оқымысты қыз. Міне осы оқымысты қыз, ал ол мынаның анасы, ал мына оның әкесі. Ал бастайық. Таң атыпты. Жақсы, мен барып қызымды оятып келейін. Қызым, тұрсаңшы, мектепке бармайсың ба? Қандай мектеп? Сен ояу жатсың ба? Әрине. Не істеп жатсың? Кітап оқып жатырмын. О, жақсы, сені кеше мен тек қыздар лицейіне тіркеп қойдым. Мен ол мектепке барғым келмейді. Не үшін? Бір түрлі болды, мен сені уже құжаттардың бәрін кеше тіркедім. Қазір сабағыңа баратын боласың. Кішкене бір-екі апта болмай ма? Жоқ, қызым, болмайды. Тезірек кітаптарыңды сал. Мен саған тамақ берем, соң мектебе кетесің. Жақсы, қазір. Мен барып тамақ әзірлеп жіберейін. Не бар екен үйде? Ондай қатты ештеңе жоқ екен тамақ пісіретін. Жақсы, онда қызыма осы мені бере салайын. Келдім. Беті қолыңды жудың ба? Иә. Мен саған бүгінше осыны беріп тұрайын, ертең тамақ жейсің, жарай ма? Жақсы. Қызым, мен шұғыл шаруалармен кетіп барам, өзің сабағыңа бара бер, жарай ма? Кейін телефонын айтамын. Қазір сенің телефонын жіберіп қоям, жарай ма? Сау бол. Қай жер дейді? Ой, мына тұрған жер екен ғой. Жарайды, мен онда барайын. Ол жақта кімдер бар екен? Мүлде білмеймін. Әйтеуір бәрі жақсы болса болды. Болдым. Анау кім екен? Бара берейін оны. Осы ме екен менің мектебім? Саламатсыз ба? Жүр, мен сені сынып жетекшімін, мен саған класты көрсетейін. Атың кім болады? Элина. Жүр. Мен қазір барамын, сен міне осы алдындағы сынып бара бер. Ой, мынаны есігін жаппай кетіпті. Бос тұрғанына қарағанда, осы менің кітаптар қоятын сөрем сияқты. Саламатсыздар ма оқушылар, бізге жаңадан оқушы келді, басқа қаладан, аты Элина. Танысып кетіңдер. Ал біз қарақтыр сабағымызды бастаймыз. Элина, сен менің қасына отыра бер. Жақсы. Тобыр осыда жетпей атқандай тағы келгенес. Алдында да осы біреу келіп еді ғой. Дымға жарамай қайттан кетіп қалды. Бұл да сөйтсе болады ғой. Түкке жарамайды, кетіп қалатын шығар кейін. Ұнамайды мұнаң түрі де. Иә, маған да ұнамай отыр. Типа оқымысты. Болды, оқушылар, тынышталамыз. Тақтаны кім бүлдірген, кім кезекші? Тақтаны сүртіңдер. Жақсы, қызылға экран қылып қойдым. Ал енді кім ереже айтады, тез тақта ашып айта беріңдер.
Апай есімдік пе? Иә, әрине есімдік. Мен шықсам бола ма? Сен жаңадан келген оқушы болған соң әзірше шығуға болмайды. Апай шыға берсем қайтеді? Жақсы, шыға бер. Есімдікті білесің бе? Иә, әрине білемін. Той бар. Не істеп отыр, мынау әңгімені созып шықса шықпай ма? Міне апай. Есімдік дегеніміз зат есім, сын есім, сын есімдердің орнына жүретін сөз табы. Иә, дұрыс, отыра ғой, күндеріңді әкел. Болды оқушылар, сабағымыз аяқталды. Ал енді қоңырауға шыға берін. Қазір басқа апай келіп сабақ береді. Сау болыңыздар. Ахметова айыру бар ма? Соны жарысқа шақырып жатыр. Тезірек келсін дейді. Апай, бұл мен. Жүр. Ой, жүріп барып келейікші далаға шығып. Иә, жүр. Мен сені шығайын деп жатқанда, мектепке бара жатқанда көрдім. Иә, сені де бір жақтан көрген сияқтымын деп қоямын. Жақсы болды бір сыныпқа түскеніміз. Сен атың кім? Менің атым Мия. Асхананы саған көрсетейін, қандай тамақтар бар екенін. Мен сияқтан тамақ алып жейік. Жақсы, кеттік. Міне бұл екінші тыр жақта асан дәретхананы көрсетейін. Осыдан. Жақта. Бұл қыздар лицейі болған соң, бұл жақта қыздар, ұлдар деп туалеті бөлінбейді. Иә. Үшін музыка ойнап тұр. Не екен білмеймін, бірақ керемет музыка, иә? Иә. Қана осы жерде жүр. Мәселен, мына мектептерің күшті екен ғой. Иә, менің осында оқып жатқаныма 6 жыл болды. Ал енді қандай тамақ аламыз? Мен қазір өзім саған арнап тамақ алып келемін. Жарайды. Сен осында күте тұр. Келіп үлгеріпті ғой. Иә. Жүр барып тесейікті. Иә, менде сол тескім келіп тұр. Хей, сен атың кім еді? Менің атым ба? Элина. Фу, не деген ат? Элина. Фу, маған Элина деген ат вообще ұнамайды да. Солға не деген ат вообще жеркеншті көрінеді ғой. Не істеп жатсыңдар Элинаға? Кетің бар. Кетің бар ан жаққа. Несіне тесіп тұрсыңдар? Барыңшы бар. Фу, Элина. Фу, Элина, фу. Мыналар не істеп жүрсіз тағы да? Жағаласпайтын жерге жағаласып. Не болды саған? Бірдеңе деп тиісті ма? Атың кім деді, мен Элина дедім. Сосын Элина деген ат жаман сондай бірдеңелер айтып кетті. Оларға сен мән берме. Одан да мен саған қазір күшті тамақ әкелем. Міне осындай тамақ. Рахмет. Мен картхана барып келем. Иә. Так, мына кітапта не дейді өзі? Ой, не істеп отыр мына жақта? Ой, сол ғой. Ой, сен өзі не үшін келдің мектепке? Не үшін келдің мектепке? Вообще кеткенің жақсы ғой мына жақтан. Сол ғой. Не еп тұрсыңдар? Ой, мұның қазақша сөзге түсінбей ма?
сен мына мектепте артық көрінесің. Сондықтан вообще біздің көзімізге көрінбеші. Осының қылықтары ұнамайды маған да сол. Элина деген қыз бар ма? Я, апай, менмін. Сен математикадан білесің бе? Әрине. Сені математикадан жарысқа қатыстырайын деп жатырмыз. Соған байланысты сен жарысқа дайындаласың, және яғни сен біздің мектептің артынан баратын болдың. Ал Аяруши? Ол қатыспайтын болды. Жарайды.